Біз бүгін қуырыс істейміз. Ұнымызды елеп алдық. Енді 2 жұмыртқа қосамыз. Енді 1 сағатқа иіқандыруға қоямыз. Нанымыздың иіқанды, енді қуырыс істейміз. Нан ысып болды. Енді кішкене бұны кептіреміз. 5-10 минутте кішкене тұру керек бұл. Қуырыстың наны кепті. Енді қуырыс істейміз. Мына қуырысты неше түрлі қылып істейді. Біз енді мұны жас кезіміздегі істегенді келініме көрсетіп жатырмын. Мінекей мынаның ортасын кесіп, мынандай қылып. Соны балалар керемет жейтін. Қуырысымызды кесіп алдық, енді пісіреміз. Міне қуырысымыз пісті. Енді бұған қазір қант саламыз, пудра. Мінекей қуырысымыз дайын. Осылай шайға істеулеріңізге болады. Міне дәмін көрейік. Тамаша. Осылай істеңіздер, шай ішуге өте жақсы.